Коронавирус ушығып тұрған тұста ауырмаған абзал. Ал дерттің алдын алуда жұмыртқа жеген пайдалы дейді ғалымдар. Сондықтан күнделікті 2 жұмыртқадан жеп жүруге кеңес береміз. Денсаулық қымбат қой, бірақ жұмыртқа да қымбат. Осы жылы бағасы тағы өседі деген сөз тарады. Оған зейнетақы немесе шәкіртақы мөлшерінің артуы себеп пе? Әлде басқа факторлар бар ма? Тілшіміз Ақбөпе Тәңірберген құс фабрикасына барып, мән жайды анықтауға тырысты. Қарағандыдағы бұл құс фабрикасының жұмысы қарқында 250 адам еңбек етеді. 1 миллион тауық бар, жылына 260 миллионнан астам жұмыртқа өндіріледі. Мемлекет тарапынан берілетін субсидия есебінен өндіріс ошағы осылай жандана түскен. Өткен 10 жылдың ішінде үкіметтің қолдауы бойынша 2 есе шығару көлемін арттырды. Енді субсидия алынады деп жатыр, оны алып тастаса, жұмыртқаның сату бағасы жоғарылайды. Өзіміздің құс фабриканы сақтап үшін бағаны көбейтуге мәжбүрміз. Қазір бір жұмыртқаның бағасы 19-20 теңге. Егер субсидия тоқтап қалатын болса, бір жұмыртқаның бағасы 2 есеге дейін көбейіп кете ме деген қауіп бар. Халық көп тұтынатын тауарлар тізімінде наннан кейін жұмыртқа тұр, сондықтан оның бағасы осылай өзгеріп шыға келуі мүмкін. Өйткені биыл құс фабрикаларына берілетін субсидиялар тоқтайды. Шикізаты бар, жем шөбі бар, дәрумендер бар, вакцина деп атамыз, вет препарат деп атамыз, дезинфекция. Жұмыртқа өндіру өте қиын өндіріс. Өйткені ол мал ұстап далада жайылымы жоқ. Субсидия тоқтаса баға қымбаттайды, бірақ бұл басқа елдерден тасымалданатын жұмыртқаға қатысты емес. Сол себепті өзімізден гөрі өзгенің арзан өнімі өтімді бола түседі. Осындай оймен бұл өзгерістің өндіріс көлеміне де кері ықпалы болуы ықтимал дейді өндіруші. Әзірге 20 теңгеден шығып жатқан жұмыртқаны саудагерлер қаншадан бағалап отыр екен. Осыны білмекке базарға бардық. 27 теңгеден алдық. 27 теңгеден алдыңыз, 35-тен бар, 30-дан бар. Зачем нам подорожать? Нет, нам не надо, чтобы подорожало. Біздер жақта 330 теңге тұрады. Өзіміздің Қарағандыдан шығып жатқан өнім болғасын арзан болу керек. Әрине дұрыс емес. Дұрыс емес. Халықтың жағдайын білесіз ғой. Арзан болғанын қалайды. Дұрыс емес әрине. Еттен кейін қазіргі кездерде халықтар көп тұтынады, той-томалақта көп пайдаланады. Сондықтан оны қымбаттаған дұрыс емес. Ал сатушылар не дейді екен? 527 теңге. Жұмыртқа 27 теңге. Түрлі санатқа бөлінеді ғой. Соған қарай бағасы өзгереді. 1-2 теңге ғана қосамыз, бағасы жиі өзгереді. Біресе қымбаттайды, біресе түседі. Да. Бізде ең арзан жұмыртқа 270 теңге тұрады. Ең қымбаты қанша? Ең қымбаты 290. 290, 29 теңгеден, е? Базардағы бағаның өзі 30 теңгеге дейін барады. Сатушылар камера алдында 1-2 теңге қосамыз деді. Бірақ бізге құс зауытындағылар бұл жаққа қанша теңгеге жөнелтетіндерін айтып қойды емес пе? Олар 20 теңгеден беретін тауар бұл жерде 30 теңге. Сонда ойлай беріңіз, құс фабрикасы егер субсидия тоқтаған күнде жұмыртқаны 30 теңгеден беретін болса, мына базардағы баға қалай құбылатыны айтпай-ақ түсінікті. Жақында бір рейтинг шыққан. Соған сүйенсек, біздің халық қалтаға түскен қаржының біраз бөлігін азық-түлік алуға жұмсайды екен. Шіркін бұл тамақты көп жеудің көрсеткіші болғанда.